Қыздар үйленетінің алдында сөзсіз жігіттің тегіне қарау керек. Бұл тек деген өте маңызды. Ата бабамыз текті жер ме екен, өскен ауыл ме екен, берекелі ауыл ме екен деп сұраушы еді ғой. Бұның ғылыми негізі бар да. Әзір енді ойбай мен сүйдім, күйдім, мен жақсы көрдім, не болса да көрдім деп қысқа ғана уақытты ойлап, сол ғашықтықтың дертінен көп қыздар үйленіп кетеді. Ол мені жақсы көреді, сондықтан ол үйленгеннен кейін өзгеріп кетеді ғой. Үйленгеннен кейін қояды ғой. Үйленгеннен кейін бәрі жақсы болып кетеді ғой. Мен үшін өзгереді деп біз өз-өзімізді көбірек алдаймыз. Бірақ өзінің тегінде тектілік болмаса, сол баланың қанында бір өзіне тән ерекшелігі болмаса, өзгеру мүмкін емес. Бір өміріңді соған арнайсың. Жарайды, бір өміріңді сен күйеуіңе арнап сонымен алысатын шығарсың. Бірақ балаң бар, балаңның баласы бар, соның барлығының сол өздерінің сол тексіздіктерімен кетеді. Сол үшін тегі маңызды деп айтатын осы. Енді мына әйел адам өзгерсе, әрине күйеу өзгереді ғой. Бірақ ер адамдар өте қатты өзгермейді. Олар сол бұрынғы өздерінің бойындағы бар қасиеттермен содан бір 5-10%-ға ғана біраз ары бері болып өзгереді. Ал әйел адамдар болатын болса, олар өте күшті өзгереді. Мысалы, онша бір тамақ жасауды да білмейтін, бір онша қатты бір тәрбиеленбеген бір қыздар болады ғой енді. Бірақ егер де оның шешесі жақсы болса, болмаса енесі жақсы білімді кісі болса, күйеуі көңіл бөліп тұрса, келген жері текті жер болса, тұрған ортасында жақсы адамдар, сыйласатын адамдар бар болса, онда ол басқаша бір қыз болып кетеді, басқаша бір жақсы келін болып кетеді. Әйел адам ортаға үйлескіштігі ерекше. Ол кез келген жерге ортаға қарай басқаша бір адам болып, басқаша бір бейнеменен қанаттанып шыға келеді. Оны тәрбиелеп алуға болады. Ал мен еркекті өзгертетін едім деп сен бір өміріңді жұмсайсың. Өзде бір-ақ рет берілген өмір, күйеуіңмен алысып өтесің ба, айналайын-ау. Бойында болмаған тектілікті сен оған қайдан құясың? Мысалы, бір жақсы әп-әдемі қыздар болады да, сондай күшті, білімді жерден шыққан. Бір қай-қайдағы бір жігітке барып үйленеді, сонымен үйіне барғаннан кейін әлгі үйде күнде ұрыс, күнде айқай, күнде шу, әке-шешесін сыйламайтын жігіт, сосын үйінде қайнапасымен, қайнатасымен соғыс, анандай ұрыс соғыстың ішінде жүріп, сен қалай білімді бола аласың, айналайын? Яғни ортаға бір күні сен өзіңнің де шәркез болып кеткеніңді, өзіңнің де бір мінезіңнің өзгеріп кеткен, соларға сәйкесіп кеткеніңді байқайсың да. Сондықтан ол тектілік деген, күйеуіңнің барған жеріңнің тектілігі деген, сол сенің өміріңмен ғана кетпейді, сенің ұрпағыңа жалғасады, сен тексіздікті жалғастырасың. Сондықтан ер адамның сөзсіз тегіне қарап үйлену керек. Әлгі күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық дейді. Құдамен құда сыйласа алатындай, бір сөйлесе, бір аузында сөзі түзу адам сондай бір жерлерді тапсаңдар, онда өздеріңде қиналмайсыңдар, өмірлеріңде жеңіл болады. Сол кезде бала шағаларында тәрбиелі болып өседі деп ойлаймын.